Сәлем достар, бұл сыр білім парақшасы, және де бүгінгі тақырып мүшеқап. Мүшеқап, неге адамдар көп мүшеқап жайында сөйлейді, неге олар таратады, тегін береді, постоянно көп мүшеқапты айтады. Себебі ең бастысы бұл әрине біріншісі жүктіліктен сақтайды, екіншісі бұл инфекциядан сақтайды. Бірінші жүктіліктен сақтайды дегенде әрине басқа да жолдар бар. Оны адамдар ерлі-зайыптылар арасында парада өздері шешеді, қайсысы ыңғайлы сақтану жолдардың. Екіншісі бұл инфекциядан тек қана мүшеқап сақтайды. Енді айта кетейін. Жоспарламасаңыз, жүкті болып баланы жоспарламасаңыз, әрине мүшеқаптың беретін кепілдігі жоғары. Бірақ та ешкім сізге гарантия бере алмайды. Ешқандай сақтану жолдары сізге кепілдік бере алмайды. Менің жеке ойым, жеке пікірім, что жүктілік тек қана Алланың қолында. Және де адам ешқашан мына жерде пландалмай, жоспарлай алмайды, мына жақтан именно боламы, болмаймы дегенде. То есть такой ең соңғы боламы, болмаймы деген біле алмаймыз. Ал енді ерлі-зайыптылар емес болса, егер де мысалы бір-бірін әлі үйленбеген, сондай енді давайте ашығынан айтайық, мына жерде көзімізді жұмбай өте көп енді жыныстық қатынасқа түскендер, бұлар үйленбеген және де осындай бір-біріңізді даже танымай, бір-бірінде даже справка сұрамай жыныстық қатынасқа түсетіндер вообще көп. Оның ненің белгісі бұл инфекцияның тарауының именно қаупі өте жоғары, достар, өте. Мына жерде көзді жұмғаны дұрыс емес деп ойлаймын, ашығынан айту керек деп ойлаймын. Енді неге мүшеқап жайында біз көп сөйлейміз? Себебі инфекция деген бар. Инфекция деген бұл уже денсаулық. Инфекциямен жүре берсе, ертең бедеулікке апарады, яғни балалы бола алмайды. Все. Қазіргі таңда уролог, андролог, гинекологтардан сұраса, көптеген жастар бедеу, көбісі бала туа алмайды. Ол ненің белгісі? Көбінесе бұл уақытында осындай инфекциядан ем алмады, жүре берген. Маған жекеге миллиондап сұрақтар келеді. Қышиды, сасиды, бірдеме ағып тұрады, бірдеме шықты, анау не істейіп, қандай мазь, крем жағам. Это вообще, это тікелей доктор, дәрігерге жүгіру деген сөз. Оны үй жағдайда емде алмайсың. Сол үшін адамдар үйде бірдемені жасап, бірдеме ізденіп жатыр, ертең бедеу болып қалады. Все. Сол үшін, достар, міндетті түрде жыныстық қатынасқа түскенге дейін осындай қаупіні қарастыру керек. Біріншісі әрине бұл жүктілік, екіншісі бұл инфекция. Инфекцияға келсек, оның түрлері бар, және де олардың енді көбісі емделінеді. Уақытында болса емделінеді. Оның ішінде өкінішке орай ВИЧ және де СПИД деген аурулар бар, олар өкінішке орай емделінбейді. Егер де адам ВИЧпен ауырса, ол міндетті түрде ем алу керек. Ем алғанда оның денсаулығы бір қалыпта болады, ұзақ өмір сүре алады нормально, бірақ та постоянно сол дәрілермен жүру керек болады. Егер де адам емдемесе, онда ары қарай СПИДпен ауырады. СПИДпен ауырған адам, бұл адам соңыра уже өледі, өлімге әкеледі. Содан аулақ болу үшін міндетті түрде әрине сақтану, әрине әрдайым анализ тапсыру. Знаете, Малайзияда мен тұрғанда жастар үйленгенге, не обязательно жастар, любой адам үйленгенге дейін міндетті түрде анализ тапсырады. То есть инфекция жоқ па, денсаулығы қалай, қан бәрін тапсырайды. Менің ойымша бұл өте дұрыс, бізге де осындай келу керек. То есть жастар үйленгенге дейін міндетті түрде екеуі де анализ тапсырып, екеуі де нормально, денсаулығы дұрыс, то есть ешқандай инфекция жоқ деп қағаз әкелу керек. То есть это өте дұрыс. Енді не істеу керек? Көбісі менің Instagram подпискада болсаңыз көрген шығарсыз, мен Ora Quick деген мынандай ВИЧ тесті көрсеткенмін жылдың басында. Оның несі жақсы,
оны сіз любой дәріханаларда сатып аласыз. Себебі көбісі мысалға анализ тапсыруға, қан тапсыруға мүмкіншілік жоқ болса, или бара алмайды, ыңғайсызданады. Дәріханаларда, Қазақстан дәріханаларда сатылады. Соны алып, осы сілекей арқылы, менің осы астында қойып қоям видеоны, міндетті түрде кіріңіз, қараңыз. Ана жерде мен қалай ВИЧ-тестпен қолдану тәсілдерін көрсеттім. Және де үй жағдайында оны тексеруге болады. Және де 20-30 минуттың ішінде сізде бір полоска немесе 2 полоска результат келеді. То есть оны үй жағдайында біле аласыз. Вот и все. Вообще, любой достар, егер де былай айтайын, жастар көбісі қарайды. Безопасность прежде всего деген сөз бар, да. Жыныс әсіресе, жыныс денсаулық өте маңызды. Сіз ешқашан нақты біле алмайсыз адамға бетіне қарап, ол ауырады ма, ауырмайды ма, ешкім біле алмайды. Әсіресе еркектер, олар ұзағынан жүре бере алады, да, осында как носитель ретінде. Қыздарда да сразу шығуы мүмкін. То есть, вот прям сразу бірдеме өзгеріс болса жыныс мүшелерде, значит сразу анализ тапсыру керек. Ладно, жүре бермеңіз. Это вот как бы ең басты. Және де бірдеме болса сразу емдену керек. Вот, достар. Так что егер де сіз осы видеоға дейін, немесе уже баяғыдан бері, 1 жылдан аса дәрігерлерге бармасаңыз, егер де половой партнер сізде ауысқан, бірақ сіз мысалға или просто денсаулығыңызды просто даже қарайым десеңіз, көп уақыт өтті десеңіз, міндетті түрде барыңыз, да? Жылына 1-2 рет міндетті түрде дәрігерге көріну керек, да, осмотр. То есть не просто отырып, сөйлесіп, а сізді қарап, ұстап, мазок алып, бәрін қарау керек, да? Қан алып, инфекцияға міндетті түрде осындай бір әрекет жасаңыз. Бұл өте үлкен үлес, өзіңізге ғана емес, бірақ біздің жалпы қазақ халқына үлкен үлесті қосасыз. Бұл видео пайдалы болды деп мен ойлаймын, және де пайдасы тиеді деп ойлаймын. Рахмет, достар. Сау болыңыз.